Саламатсыздар ма әріптестер? Кеше біз портфолионың шаблон жасаған болатынбыз. Бүгін енді біз сол портфолио шаблонның ішіне мәліметтер енгізетін боламыз. Мінекей басты бет, жалпы мәлімет, портфолионың ішіне мына вкладкаларды қойдық, бейне сабақтар. Енді осылардың ішіне ашылған кезде біз барлығында мәліметтеріміз тұру керек. Ішінде бүгін сонымен жұмыс жасаймыз. Мінекей басты бет басқан кезде мына суретті кеше мен қойып кеттім, иә. Бұл жерде енді мынандай функция бар. Мына шет жағын көрдіңіз бе? Мына цвет раздела деп тұр ғой. Біреуінде фон раздела деп жазылады, кейбіреуінде. Осыны басамыз. Мынау қазір стиль 1-де тұр, обычный. Мынаған қойсаңыз, былай өзгеретін астындағы фон алынып қалады, прозрачный болып. Немесе мынандай қылып қоюға болады, сары қылып. Енді ол таңдау өз еркіңізде әрине. Немесе мына изображениеге барып, мына компьютерде мына фон сары тұр ғой, сол жерде басқа фонға сурет қоюыңызға болады. Немесе осы жерде дайын суретті алсаңыз да болады. Мысалға мынаны қоятын болсақ, немесе қазір мынаны қояйық. Мынаның астына осылай келтіруге болады. Енді бұл үйлеспейтін сияқты, меніңше көзқарасымша. Сондықтан мен мына стиль 2 дегенмен қалдыра беремін. Маған осы вариант ұнайды. Немесе мына жердегі суретке өзіңіздің мектебіңіздің суретін қоюыңызға да болады. Ол өз фантазияңызға байланысты. Енді мына жерде қазір көрсетейін. Бүгін біз мына вставка деп тұр ғой, осылармен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни мына вставка текст жазатын болсаңыз, осыны басасыз. Мына жерде сурет жүктеуіңізге болады. Қазір мына жалпы мәліметпен жұмыс жасаймыз, сол кезде осыны пайдаланамыз функциясын. Строить деген, яғни сілтемелерді қоясыз. Диск деп отырғанымыз біз сіздің Google сайттағы суреттерді немесе Word құжаттардың барлығын сол дисктан аласыз. Мынау блоки контента дейді ғой, мына контент деп отқан мына жерлерді айтады біздің. Осы жер контент болып саналады. Яғни қазір мен мына жерде сурет қойдым, мына жерге жазу қойдым, иә. Ол мына контентті алып отырмын мен қазір, мына шаблонды. Немесе былай жасауыңызға болады. Мынаны алатын болсаңыз, 2 сурет қоясыз, астына мәтін жазасыз. Мына жерде 4 сурет қоясыз, астына осылай мәтін жазасыз. Менде 1 сурет, 1 мәтін деп осы шаблонды алдым. Енді мына жерде қарайтын болсаңыз, иә, мына сворачиваемая группа деп тұр ғой, осыны мына жерге басасыз. Бұл мына жерде тұрады. Бұл жерге жазамыз. Портфолио деп жазамыз қазір. Портфолио жазып, бұны да бұлай выделять етіп, жирный қылып, сосын мына ортасына қарай қояйық. Бұны да шрифтін өзгертсеңіздер болады. 24. Енді 36 қылып өздеріңіз өзгерте бересіздер ол жағын. Сәл 36 қылып қойдым. Енді қараңыз. Мына жерде тұр ғой, астына нажмите, что вы текст жазу үшін деп, бұл не үшін? Мынаны басқан кезде сіздің мынауыңыз ашылу керек, осылар шығу керек мына жақтан астына. Бұны бүйтіп жасауға болады. Мына жерге бүйтіп білімі деп астынан мына тұр ғой, мына жоғарыдағы. Мынаны бәрін көшіріп жазуға болады. Немесе бұны Word-та мен дайындап қойдым. Соны алып келем де қазір нете салам. Копировать етіп, вставить ете салған, маған әлде қайда жеңіл болады. Міне мәлімет деп қойдым. Қазір міне осыны алып, көшіріп. Қайда кетті? Мына жерге портфолионың асты тұр ғой, осы жерге қоя салам. Осылай қойдық. Мынаны да жирный глазбен, өзіңіз білесіз негізі. Мен осылай қалпында қалдырам да, сәл бұны мына жерге әкеп қойайын астына. Мына біздің мына жаққа жылжып кетті, иә. Сондықтан бұны бүйтіп ортаға қарай әкеп қоям. Міне келді. Мынаны ашқан кезде астынан мыналары шығады. Бұны да мінекей үстін алып, стилін өзгертіп тастауға болады. Немесе бұны былай қойсаңыз да болады, сары. Қайсы көрінеді екен, сондықтан осылай қалдырайын. Мынаны ашқан кезде астында мына жазулар шығады. Енді астынан мынаны басқан кезде мына ашылу керек қой, сол үшін бұған привязка жасаймыз. Қазір мен WhatsApp-ты өшірейін. Ол үшін былай істейік. Мынаның астын ашқанда мынау тұр ғой, білімі дегенді осылай алып, выделять етіп, мына сілтемен белгісі тұр ғой, осыған басамыз.
сосын бұл білімі деп тұр ғой, тауып аламыз. Осыменен применить деп басамыз. Екіншісін выделить етіп, ерекшелеп, жалпы мәлімет болды. Біліктілікті арттыру екен ғой. Өшірем. Біліктілікті арттыру болып екіншісі. Міне. Применить. Үшіншісі мұғалімнің жетістігі. Мінекей қойдым, применить. Төртіншісі оқушының жетістігі. Мінекей. Өйткені бір-біріне байланыстыру керек. Сол кезде астынан үстінен ашқанда да сілтемелер дұрыс жұмыс жасап тұру керек. Баспа жарияланымдар ең соңғысы. Жарияланымдар екен. Жарияланымдар применитті басып жіберем. Негізі мынауменен жоғары жақта екі тетік бірдей болып жазылу керек. Соны ескересіздер ғой. Міне осылай қойдық. Өстіп қоямыз. Қазір ең соңында тексереміз, осылай ашылатын болады. Так, енді мынаны жасап тастадық. Енді оглавление деп тұр ғой. Оглавление деп отқанымыз, мысалы, мынандай ғой. Мынаның астынан тағы да бірдеңе жазуыңызға болады. Мысалы, мынандай келтіруіңізге болады. Бізге ол қазір қажет емес. Сондықтан алмаймыз. Карусель изображение, оны келесі неде көрсетем, пунктте қажет болады. Кнопка қоюыңызға болады. Разделитель деп отқанымыз, мысалы, мынаның астынан, мына бірлердің астынан бөліп тастауға болады. Мысалы, мынаны қоятын болсақ, міне. Қазір мына портфолиодан кейін ашылып тұр ғой. Сондықтан мынау міне астынан уже аяқталып тұр деген сияқты, белгі сияқты болады. Пробелдің барлығын кейін қоятын боламыз. Мынау қазір кейінгісінде қоямыз. Енді бұл жерде көп мүмкіндіктер бар. YouTube каналыңызды қоюыңызға болады, документтер жүктеуіңізге болады, презентацияңызды қоюға болады, таблица жасауға болады, мониторингіңізді көрсетіп, жұмыстарыңыз бойынша диаграмманы қосуға болады. Бірақ енді бұл сіз өзіңіздің жұмысыңызға қарай, шеберлігіңізге қарай өзгертіп, түрлендіріп жасауыңызға болады. Енді осы сайттың астында мына байқадыңыз ба? Астында тұр. Добавить нижний колонтитул деп тұр. Соны басып жібереміз. Бұның астында бұл сайттың астына көрініп тұрады. Мысалға, бұл жерге сіз өз аты жөніңізді жазуыңызға болады. Немесе мен ойлаймын, бұл жерге әркім өзінің Instagram парақшасын, телефон номерін, телефон номерін ешкімге жариялай бермейміз ғой. Facebook парақшаңызды деген сияқты өзіңіздің әлеуметтік желідегі парақшаларыңызды жазып қоюға болады астына. Мен бірақ өзімнің аты-жөнімді өстіп жаза салайын деп отырмын қазір. Мінекей. Бұны да тоже жирный қылып қойсаңыз болады. Шрифтаны өзгертеміз. Мінекей. Бүкіл беттерді ашқан кезде сол жерден көрініп тұрады мынаның барлығы. Осылай қала берсін. Мынаны да өзгертеміз, мысалы. Стиль. Құр осылай көрініп тұрса да болады, немесе былай ақпен жараспайды екен, сарменше. Сары келмейді, наоборот, значит серый. Болды, осылай мынаның шрифті тым кішкентай болып тұр маған. Так. 14 осылай. Болды. Осылай мына жұмысты аяқтадық. Осылай жұмысымыз аяқталды. Міне, басты бетті өңдеп қойдық. Енді жалпы мәліметке келеміз. Жалпы мәліметті ашқан кезде байқадыңыз ба, мына жердегі біздің фонд қара болып кетті. Негізі мына басты беттегі сурет, фон мына бәрінде де бірдей болып тұру керек. Көрдіңіз бе? Ол үшін не істейміз? Мына фонды алуымыз керек біз. Жалпы мәліметке барамыз. Міне. Изменить изображение деп тұр ғой. Осыны басып жіберіп, выбрать изображениеге барып, мына суретті таңдауымыз керек. Мына осы суретте тұру керек. Сосын қараңыз. Мына бастағы шрифт, размер барлығы, мынамен бәрі бірдей болу керек. Мына көрдіңіз бе? Мына жирный болмай тұр. Осыны жирный қылғыңыз келсе, жирный қылып, бірдей шрифтке алу керек сіздер негізі. Мысалы, 54 қылдыңызда 54, жирный болса жирный, курсив болса курсив қылып, сосын даже мына жерде тұрған шрифттің өзін сіз жаттап алуыңыз керексіз. Қай немен жаздыңыз бастап, и сонымен аяқтап соңына дейін жасау керексіз. Мынандай болмау керек. Бір жерінде курсив, бір жерінде жирный, я болмаса бір жерінде шрифт басқаша деген болмайды. Бір шрифтта бір үйлесімділікпен сөйтіп жасап шығасыз. Жалпы мәліметті жасап қойдық. Көрсетіп алып тастаймын. Размерін 36 қылсайшы. Енді осы жерге біз
жалпы мәліметті ашқан кезде мәлімет тұру керек, иә. Яғни ол өзіміз туралы ақпарат қой. Сондықтан мен оны мына жердегі неге барайын. Өзіңіз туралы ақпаратты мына текстпенен мына жерге бүйтіп жазуыңызға болады, теріп кәдімгідей. Мен бұны алдын ала дайындап қойғанмын. Қажет емес, өшіре салайын. Так, мен бұл жерге изображение дегенді басам. Загрузить. Загрузитке барып, мен алдында бір мынандай дайындап қойған тұғым мәлімет. Бұл енді менде ескі мәлімет, кейбір жерлерде өзгерістер бар менде. Бірақ дайын болса осыны салып тұрмын. Оны ортасына қарай қойып, сәл кішкене үлкейтейік. Міне осылай өзіңіз өйстіп жасасаңыз болады. Шетке шығып кеттім, ортаға қойдым, иә. Бұны да тоже мына артқы фондарын қарайсыз, серый, сарымен келмейді екен, иә. Что тұра берсін. Мен жалпы мәліметке осыны қойдым. Енді мынаған келеміз. Портфолио басқанда білімі деп тұр ғой. Осыны біліміні басқан кезде, мынаны да шрифт әртүрлі болып тұр. Осының барлығын негізі реттеп қоясыздар ғой өздеріңіз, иә. Шрифттің барлығын қарайсыздар енді. Білімін мына жерге жазуыңызға да болады. Текстпен набирать етіп, кәдімгідей оқыған жылыңыз бәрін жазуға болады. Классикалық үлгіде. Немесе былай жасау. Білімі деген жерге не болып кетті? Так, білімі деген жерге изображение загрузить етіп, біз бұл жерге нені алайық? Портфолиоға деп, жаңа диплом бар еді осы жерде. Диплом. Осы дипломды былай созып, үлкейтіп алып келіп, былай ортаға қойсаңыздар болады. Немесе екі диплом болса, екеуін жүктейсіз, осылай екіншісін жерге қойсаңыз да осылай болады. Мінекей. Все, енді кеттік. Бұны жасадық, иә. Енді бізде не бар? Біліктілігін арттыру дейді. Осыны басамыз. Мінекей, мынаның барлығын реттеу қажет. Біліктілігін арттыру. Осылай қоямыз. Бұл жерге бізде сертификаттар келу керек. Енді бұл жерде бірнеше вариант бар. Біліктілігін арттыруға сіз мына жердегі нені алсаңыз болады. Мынандай контенттерді алып, бұл жерге таңдайсыз, содан кейін бір-бірден жүктейсіз барлығын. Солай да жасауға болады. Немесе оны изображениеге барып, загрузитті басып, біліктілікті арттыру бойынша, мінекей, мынау 3 сертификатты осылай сразу келуге болады. Мынаны өзін жалғыз бет астына қоя салсам да болады. Міне біліктілікті арттыру сертификатын осылай кіргізесіздер. Немесе бұған мынау шаблонды таңдап, осы жерге жеке осылай отырып жүктейсіздер. Мысалы, мынаны жүктейсіздер. Және бұны осылай ретке келтіресіздер. Барлығын. Сосын мына жерге жазасыздар. Мына жерге астына жазасыздар, мысалы, Жезқазған қаласы. Қай уақытта алдыңыз, мысалы, осы сертификатты да, соны астына жазуға болады. Бұл да әдемі шығады, бірақ уақыт кетеді бұған. Сондықтан оны жасаймын десеңіздер, өздеріңіз жасап алсаңыздар болады. Мінекей, ең оңай нұсқасы осылай салуға болады. Бірнешеуін бірақ салып. Келесі мұғалімнің жетістігі, мұғалімнің жетістігі деген жерге басып жібересіз. Тағы да мынаны дұрыстайсыз. Жирный, оны реттен 36 қоя салайын. Бәрін бірдей шрифтке келтіріңіз негізі. Бұл жердерде мен, бұл біздің не ғой? Суреттерім, менің достиженияларым, марапат қағаздарым. Енді ондайлар мына жерде көп ақ. Қайда барды? Мысалы, бұның өзінде бөліп жасап қойсаңыз болады. Міне ең оңай жолы жаңа топтастырып изображение лақтырып жатырмын. Негізі бұл жерде мынандай бар тағы да. Осылай жіберуге болады. Екінші нұсқасы бар, қазір көрсетемін. Айттым ғой, жаңа карусель изображение, осыны басып, сосын былай жеке жүктеп аласыз. Қазір көрсетемін. Мысалға, қазір мынаны бір жүктейсіз, тағы да жүктейсіз. Осылай бір 10 шақты грамотаңыз болса, сон барлығын осылай жеке жүктеп алып, осылай отырасыз. Көрдіңіз бе? Тағы біреу жүктеп жіберейін қазір. Так, не бар тағы да.
соны жүктеп қойдық. Міне, иә, ставка деген басып жібереміз. И қараңыз, сіздің мына суреттеріңіз қалай жылжиды. Міне. Міне, екіншісін басасыз, сонда былай ашыла береді ғой. Екінші, үшіншіде осылай жасауыңызға да болады. Міне, бұл енді маған қажет емес, сондықтан өшіріп тастаймын бұны. Міне, осылай жоғарыдағыдай қала берсе болады. Одан кейін келесі нәрсе оқушының жетістігі, иә. Оқушының жетістігі, яғни оқушыларыңыздың алған орындары болса, марапаттары болса, соларды саласыз. Бұл жерде де мен текстпен жазуыңызға болады, оқушылардың аты жөнін туралы мәлімет беріп, немесе сурет қойсаңыз болады. Мен бұл жерде бір суретім бар, бір оқушының орын алғаны. Ол қай жерде екен? Мынау дей салайыншы. Иә, осы екен. Міне, осы оқушының жетістігі. Көбісі мен нете қалып қойды, жұмысында, папкамда. Компьютерімде бар екен бір сурет. Одан кейін жариялымдар, иә. Жариялымдарға келеміз. Бұны да тоже әдемілеп жасап аласыздар өздеріңіз күшті қылып. Осылай қарап отырсаңыздар, бір әрекетті қайталап жатырмын, сіздер жаттап алған шығарсыздар. Бұл жерге де контент таңдайсыздар, немесе суретті қойып, былай жасауға болады негізі. Мына контентті таңдап, сурет загрузить етіп, бір басылымдарға шыққан жұмысым бар тұғын. Мысалға, мен мына жерге шықты бір мақалам. Сосын қай уақытта, қай неде, конкурста, конференция выступать еттім ба, мысалға, сол туралы жазуға болады, мәлімет келтіріп, екінші варианты бар. Изображение загрузить деп сразу мінекей мынау баспаларға шыққан менің жұмыстарым. Сертификаттары да бар тұғын бұл жерде. Тағы осылай бәрін осылай нақтылап қойсаңыздар болады. Мысалға, мынау қажет болмаса өшіріп тастаймыз, осыны қалдырамыз. Болды. Енді жариялымдарды жасадым, енді бейне сабақтарға келеміз. Мына қараңыз, фон басқаша тұр, ауыстырамыз. Бәрі бірдей болу керек. Мынау болған. Ауыстырдық, тоже мына жазуларын қараңыздар. Жирный қылып. Сабақтың кішкене азайтайын. Бұл жерге не қоямыз? Бейне сабақтар. Бұл жерге біздің ютубтағы каналымызды қойсақ болады ғой, ютубтағы сабақтарымызды қойсақ болады. Мысалға, загруженный дейді, яғни менің сабақтарым, мысалға, мынаны қояйын. Екі сабағымды жүктеп қойдым. Осылай қоюға болады. Немесе былай қоюға болады бұны, екеуін бірге. Көрдіңіздер ме? Бейне сабағым екеуін жүктеп қойдым. Енді осы жұмыстардың барлығын не жасауымыз керек? Сілтеме арқылы біз басқа адамдарға көрсете аламыз. WhatsApp топтарда бөлісе аламыз. Ол үшін мынау сілтеменің белгісі ғой. Соны копировать деп басып аламыз да, сосын бұны қазір басқа жерде ашып көреміз, қалай болатынын. Қазір мен жерге көрейінші қазір. Мінекей, мен портфолиом ашылды. Мына жерде опубликовать деген басайын. Мынау алдыңғысы қойдым. Жаңасы, ондағы да опубликовать деп басып жіберейік. Көрейік, ең соңғы жасаған жұмысым сақталу керек қой. И открыть деп жасап көрейік. Міне, біздің жасаған жұмысымыз. Міне, астына портфолио деп жиналып тұр ғой жаңа. Мынаны басатын болсақ, былай шығатыннан барлығы. Міне, жалпы бетке өтуімізге болады. Жалпы мәлімет мен туралы. Портфолионың несі, білімі, кеттік, біліктілігі жаңағы. Неге шықпай жатыр? Мұғалімнің жетістігі, мінекей. Интернеттің несі де нету мүмкін, әсер ету мүмкін. Жариялымдар. Мінекей, осы жұмыстарыңыз барлығын осылай әдемілеп, жинақтап, осылай жасасаңыздар болады. Мінекей, құрметті әріптестер, осындай жұмыс сіздермен бөлістім. Сіздер де асықпаңыздар, жасаңыздар.